мемлекеттік туына және жеңіс туына тік тұр. Сол жақтан қарсы алу үшін қарауыл! Әскери парадты Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы генерал-майор Мереке Көшекбаев басқарады. Ол мемлекетке сіңірген еңбегі үшін екінші дәрежелі айбын және екінші дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталды. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Көшекбаев. За заслуги перед государством награжден орденами Айбын второй степени и Даңқ второй степени. Бүгінгі әскери шеруге Қазақстан Республикасының президенті жоғарғы бас қолбасшы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып отыр. Елімізге мемлекеттік сапармен келген Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы То Лам мырза аса қадірлі қонақ ретінде шақырды. На параде присутствует президент Республики Казахстан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Қасым-Жомарт Тоқаев. В качестве почетного гостя приглашен генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама господин То Лам, находящийся в эти дни с государственным визитом в нашей стране. Алаңға Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің тобы мемлекеттік туды келеді. Туды сержант Асхат Мақсатұлы ұстап келеді. Топты Айбын президенттік полкі құрмет қарауыл бастығы, екінші дәрежелі Айбын орденінің егері подполковник Қайрат Молдабаев бастап келеді. Мемлекеттік тумен бірге алаңда жеңіс туы желбірейді. Бұл осыдан 80 жыл бұрын әйгілі отандасымыз Рахымжан Қошқарбаев пен оның майдандасы Григорий Булатов Рейхстаг ғимаратына алғашқы болып тіккен тудың ресми көшірмесі. Тудың бетінде екінші дәрежелі Кутузов орденінің егері 150-ші атқыштар дивизиясы деген сөздер бар. Бұл дивизия соғыс басталғанда Қостанайдан жасақталып, майданға аттанған 151-ші бригаданың негізінде құрылған. Соғыс кезіндегі жауынгерлік жалау Айбынды жеңіс туына айналды. Бұл майданның алдыңғы шебінде ең сұрапыл орыстарда ерліктің ерен үлгісін көрсеткен барша Қазақстан сарбаздарына деген құрметіміздің символы. Біз 1945 жылы 30 сәуірде Рахымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа бірінші болып жеңіс туын тіккенін мақтан етеміз. Осы ерлігі үшін батыр жауынгерлік қызыл ту орденімен марапатталды. Ал 1999 жылы 7 мамырда оған халық қаһарманы атағы берілді. Жеңіс туын мемлекеттік күзет қызметінің Айбын президенттік полкі құрмет қарауыл ротасының бөлімше командирі сержант Сайлау Саят ұстап келеді. Сапты аға лейтенант Рустембек Әлкеев басқарады. За государственным флагом Республики Казахстан развивается знамя победы, как символ отваги и мужества наших героев, дошедших до Берлина. Мы с уважением относимся к своему прошлому, чтим историю нашего народа, гордимся своим настоящим и с уверенностью смотрим в будущее. Это официальная копия знамени 150-й стрелковой дивизии, преемницы 151-й Кустанайской бригады. Именно в составе этой дивизии сражались легендарные герои Рахымжан Қошқарбаев и Григорий Булатов, которые первыми водрузили знамя победы на здании Рейхстага.
За этот подвиг Рахымжану Кошкарбаеву было присвоено высшее звание Халық Кахармана в 1999 году. Мы помним и чтим подвиг героев. Бүгінгі таңда ел аумағында 105 соғыс ардагері бар. Олар 80 жылдан бері бейбітшіліктің қадір қасиетін қазіргі ұрпаққа айтып түсіндіріп келеді. Олардың арасынан осы парадқа арнайы келіп қатысып отырған ардагерлеріміз де бар. Астана қаласынан Арзагүл Байкешев, Алматы қаласынан Владимир Белозеров, Қосшы қаласынан Нұрғасым Әжітаев, Қостанай қаласынан Қасымжан Алдабергенов, Өскемен қаласынан Курмат Рахимов, Қарағанды қаласынан Григорий Степанко келіп отыр. Құрметті қонақтар арасында бүгінгі күннің батырлары, халық қаһармандары да бар. Халық қаһармандары әйгілі ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов ортамызда. Халық қаһармандары Мұхтар Алтынбаев, Сәт Тоқпақбаев, Бақытжан Ертаев, Қайрат Үмбетов, Азамат Жұмаділов те осында. Батырлардың ұрпақтары Сағадат Нұрмағанбетовтың қызы Айсұлу Нұрмағанбетова, Иван Панфиловтың немересі Алуа Байқадамова келіп отыр. Батыр ардагерлерімізге, халық қаһармандарына, батырлардың бүгінгі ұрпағына құрмет көрсетіп қоямыз.